1992 жылы Целиноград Ақмола болып өзгертілді. Ал 1994 жылы 6 шілдеде Астананы Алматыдан Ақмолаға көшіру туралы Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесінің қаулы қабылданды. 1997 жылы қазан айында Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының астанасы Ақмола қаласын жариялау туралы жарлыққа қол қойды. 1998 жылдың 6 мамырында Нұрсұлтан Назарбаев Ақмола қаласын Астана деп өзгерту туралы жарлыққа қол қойды. Жаңа Астананың тұсаукесері 1998 жылдың 10 маусымында өткен болады. Астананың архитектуралық тұжырымдамасын әзірлеу кезінде Нұрсұлтан Назарбаевтың елордада батыс пен шығыстың мәдени дәстүрлерін үйлестіретін ерекше евразиялық стилін қалыптастыру туралы идеясын алды. Астананың бас жоспарының авторы белгілі жапон сәулетшісі Киси Курокава болды. Астананың визиттік картасы бәйтерек. Сонымен қатар басқа біріңге архитектуралық құрылыстар арасында британдық сәулетші Норман Фостер жобалаған пирамида түрінде орындалған бейбітшілік және келісім сарайы. Сонымен қатар Хан Шатыр ойын-сауық орталығын атауға болады. 1999 жылы Астана ЮНЕСКО шешімі бойынша бейбітшілік қаласы деген атаққа ие болды. 2000 жылдан бастап Қазақстанның бас қаласы астаналар мен ірі қалалардың халықаралық ассамблеяның мүшесі болып табылады. 2019 жылы 20 наурызда президент қызметіне кірісе отырып, Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның тұңғыш президентінің еңбегін ескере отырып, Астананы Нұр-Сұлтан деп атауға ұсынды. Бұл мәселе сол күні парламент палаталарының бірлескен отырысында талқыланды. Және барлық депутаттар бір ауыздан Қазақстанның астанасын Нұр-Сұлтан деп атауға қолдады. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2019 жылғы 23 наурызда Конституцияда Астананың Нұр-Сұлтан деп алмастыру туралы заңға қол қойды. Бірақ Нұр-Сұлтан тұрғындары бұрынғысынша астаналықтар деп аталады. Біздің елордамыз жалпы ұлттық идея мәртебесіне ие болды. Жас мемлекеттің тәуелсіздігі мен жаһандық жетістігінің символына айналды.